Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабек қызы. Бүгін сіздермен турецкий шоколадный десерт дайындайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ десертті менімен бірге дайындап көріңіздер. Десертіміздің қамырына ұн, жылы сүт, қант, 2 жұмыртқа, сұйық май және ванилин, шым-шым тұз, какао, разрыхитель. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды миксермен қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Содан соң сұйық майымызды құйып, бір араластырып аламыз және жылы сүтімізді де құямыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырыңыз, өйткені қант ерімесе бисквитіміз көтерілмейді. Енді құрғақ ингредиенттерімізді жақсылап араластырып аламыз. Енді салмамызға аз-аздан 1-2 қасықтан ұнымызды салып араластырып отырамыз. Түйіршіктер қалып қоймауын мұқият болыңыз. Енді формамыздың барлық жеріне тиетіндей етіп сармай жабып шығамыз формамызға және дайын тестамызды формамызға саламыз. Осы уақытта алдын ала пешімізді 150-180 градусқа қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште бисквитімізді 30-40 минутқа пісіреміз. Енді кремімізді дайындауға кірісеміз. Ол үшін сүтімізді жылытып алуға баяу отқа қойып қоямыз. Жылыған соң үстіне крахмалымызды, ұнымызды салып араластырып отырамыз. Үздіксіз араластырып отырыңыз. Креміміз дайын болғанша араластыруды тоқтатпаңыз, өйткені асты күйіп кетуі мүмкін. Біздің қайнатпалы креміміз дайын болып қалды. Енді осы кремімізге сары майымызды салып, тағы да 2 минут араластырып аламыз. Біздің креміміз дайын болды. Енді осы кремімізді басқа ыдысқа салып, суыған күтіп, кейін пешевой пленкамен бетін жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Оған дейін бисквиттерімізді пісті. Енді суыған күтеміз. Суыған бисквитіміздің үстін осылай вилкамен барлық жеріне тесіп шығамыз. Одан кейін үстіне салқын сүтімізді құямыз. Салқындаған кремімізді аздап араластырып аламыз. Енді дайын бисквитіміздің барлық жеріне жағып шығамыз. Үстіне пешевой пленканы орап, тағы да тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. 2-3 сағаттан кейін тоңазытқыштан алып, үстіне тәтті какао себетін боламыз. Барлық жеріне сеуіп шығамыз. Тортымыз дайын. Енді бірнеше бөліктерге бөліп, жақындарыңызға ұсыныңыз. Дәл осындай өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Достар, менің видеом ұнаған болса, мені каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге Амангүл Жұмабек қызы. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.